Сүт пен шайды араластырып ішкенді ұнататындар асқазан ішек жолдары ауруларына жиі шалдығады. Одан кейін нефролог мамандарға жиі қаралады. Себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі дейді мамандар. Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны. Десе де ықылым заманнан мал асырап, бағу арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай ішсең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс? Оның пайдалы және зиянды тұсы қандай? Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлдеқайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді. Бұл заттар арқылы қан тамырларының кеңеюі процесі жүзеге асады, ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де, сүт қосылған шайдың құрамында адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады екен. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар. Пайдасы қандай? Сүттің өзі де пайдалы қасиеттерімен ерекшеленеді. Сүтте адам ағзасына қажетті ондаған пайдалы зат бар. Бірақ сүтті кеселеп іше алмайтынымыз белгілі. Бұл асқазанға ауыр. Ал шайға қосылған сүт жеңіл қабылданып, пайдалы қасиеттерін толықтай бере алады. Дәрумендер, майлар, ақуыздар жиынтығы денсаулыққа өте пайдалы болады. Тіпті ол шай құрамындағы кофеин, алкалоидтардың жаман қасиеттерін баса алады. Шай мен сүттің қосындысы хош иісті, жұмсақ дәмді, пайдалы сусын берді. Сүт қатқан қара шай жүрек тамыр ауруларының алдын ала алады. Сүттің ең маңызды құрамдас бөлігі кальций сүйек, шаш пен тырнақты берік қылады. Сергітетін бұл сусын жалпы пайдалы екені сөзсіз. Соңғы кезде сүт шайдың пайдалы қасиеттерін төмендетеді деген пікірлер туындай бастады. Зерттеулер көрсеткендей, сүт шайдың тек бірнеше қасиетін бәсеңдетеді. Ал оның қосып беретін пайдасы одан бірнеше есе көп. Күнделікті сүт пен шайдың 3 немесе 5 шынысын ішуге кеңес береді диетолог мамандар. Әрине, сүттің ең майлы түрлерін таңдамаған дұрыс. Ал егер сіз арықтауды көздесеңіз, майлылығы аз сүт қосыңыз.